Чему учат в школе? Языкам и... Мектепте нені оқытат? Тіл мен сауаттылық, математика мен физика, химия және биология. Ал соңғы уақытта экологиялық мәселелерге де басымдық беріліп келеді. Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйі көпшілікті алаңдата бастағаны рас. Сарапшылар эко апаттардың алдын алу үшін қазірден әрекет ету керектігін алға тартады. Оның басты шарттарының бірі экологиялық білім беру. Бұл Green-Tech бағдарламасы және сіздермен бірге мен Әлия Махамбет. С вами я, Алия Махамбет. Адамдардың көпшілігі экологиялық әдептен бейхабар. Бұл үйдің қоқысын сұрыптаудан болсын, табиғат аясындағы демалыста болсын байқалып жатады. Сондықтан да біз бүгінде студенттерге өздерін сырттай бақылауға үйретіп келеміз. Мысалы, қоқысты басқа жәшікке салса, оған емес, сарысына таста деп тәптіштеп айтамыз. Мынау пластик, мынау әйнек, ал анау қағаз. Егер сен бүгін ең болмаса осы бір қарапайым ғана экологиялық ережелерді үйренсең, ертеңіне жауапкершілікпен қарай бастайсың. Бұл Грета Тунберг бірер жыл бұрын өзін бүкіл әлемге таныстырып, өз замандастарын эко-белсенділікке шақырған швед қызы. 2018 жылдың тамыз айында 15 жасар Тунберг оқушылардың климат үшін бас көтеруі деген плакатпен швед парламентінің алдында наразылыққа шықты. Мұнысымен ол экологиялық проблемаларды жоюды тез арада қолға алуға шақырды. Грета бүкіл әлемді өз мәлімдемесіне құлақ асып, әрекет етуге үндеді және эко-қозғалысқа әр жұма болашақтың игілігіне арналсын деген тақырып берді. Грета әрине жарады, ал біздің оқушылар табиғатты аялауды қалай түсінеді? Олар қазіргі проблемалар мен қауіп-қатер жайлы біле ме екен және қоршаған ортаның ластанбауы үшін үлес қосып жүрме? Сұрап көрейікші. Біздің табиғатымызды көліктер ластап жатыр, зауыттар да соның қатарында. Меніңше бөтелкелерді қоқысты жерге тастамау керек. Табиғат аясындағы демалыстан кейін тамақ қалдықтарын қалдырмау қажет. Наша природа загрязняет. Кейбіреулер қоқысты тастап табиғатымызды ластап жатыр. Байқағанымыздай, жас ұрпақ эко мәселелер туралы жақсы білет және бұл түйткілдер оларды толғандырады. Жас жерлестеріміздің қазірден бастап аталған проблемаларды шешуге үлес қосып жүргенін де айта кеткен жөн. Оған бір дәлел Арал өңіріндегі экологиялық мәселелермен айналысып жүрген студенттік ұйымдардың жұмысы. То есть одна из проблем это Тағы бір проблема жағалаулардағы қоқыстың көбеюі, теңіздің өзінде де көп. море. А также мы Балық шаруашылығында да бұл проблеманың үлкейе бастағанын көрдік. Балықты тазалап, өңдейтіндердің алжапқыштары да соған кіреді. тех, кто перерабатывает саму рыбу, то есть разделывает. Сондай-ақ Арал өңіріндегі ғимараттарға жылу таратудағы проблемаларды да байқадық. Зданий в Аральском регионе, то есть частные дома, которые Яғни ол жақтағы жеке үйлердің көпшілігі қажетті отынға қол жеткізе алмай отыр. достойного топлива, чтобы отапливать свои дома. Жастардың Арал теңізі жобасы бірнеше бағытқа бөлінген. Соның бірі Арал жағасындағы қоқысты жинап, брикетке нығыздап, Қарағанды энергетикалық институтына зерттеуге жіберу. Онда бұл брикеттердің дәл көмір сияқты отын энергиясының көзі бола алатынын анықтады. Бұл брикеттер қолда бар материалдардан жасалды. Ол сабан, қағаз болуы мүмкін. Жанатын заттың бәрі. Соның бәрін бір жерге жинап, нығыздауға болады. Осылайша бізде брикет пайда болады. Бұл брикеттің басты артықшылығы оны жинау үшін жер таңдамаймыз. Кез келген жерде нығыздауға болады және ол көмірге қарағанда ұзағырақ жанады. Чем уголь. Арал теңізімен танысу арқылы студенттер көп нәрсені түсінді. Олар өңірдің қандай күйде екенін және теңіздің қалай өзгергенін байқады. Они вышли из зоны комфорта. Олар жайлы жағдайдан тысқары шығып, басқа өмірді көрді. Они уже посмотрели, как Жастар балық шаруашылығындағы адамдардың қалай еңбектенетініне куә болды. общались с рыбаками, они катались на лодке. Балықшылармен тілдесіп, қайыққа мініп, сөйтіп теңіздің адам қолымен қаншалықты ластанғанын көрді. Ситуация... Арал теңізіндегі жағдай елдегі жалғыз экологиялық мәселе емес. Десек те, мұндай бастамалардың жастарды айналадағы жайттарға мұқият назар аударуға үйретеді. Жас ұрпақ асқан жауапкершілік танытып, мәселені шешудің жолдарында іздей бастаған. Экологиялық білім ол жай ғана тренд емес, ол қажеттілік және тіпті өзімізді құтқарудың бірден бір жолы болуы мүмкін. Сіздермен болған Әлия Махамбет, келесі кездескенше.